Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін көптен күткен сенде бір кірпіш дүниеге жобасының кезекті шығарылымын бастаймыз. Бүгін бізде қонақта Ерсайын және Еламан. Ерсайын, қош келдің. Қош келдік. Жалпы Ерсайын біздің шығарылымды көресің ғой, Иә, көремін. Осы уақытқа дейін көргенсің, иә. Ендеше біздің дәстүрлі сұрағымыздан бастасақ, бүгінгі алғашқы сұрағымыз сенде бір кірпіш дүниеге сөзін ары қарай жалғастырып, өз ойыңмен бөліссең. Сенде бір кірпіш дүниеге кеттігін тапта бар қалан. Өмірде әр адам өзінің тиісті өмір сүретін жолын табу керек. Жақсы. Еламан, қош келдің біздің шығарылымға. Еламан, біздің шығарылымды жалпы көресің ғой, иә? Көргенсің, иә? Біздің жалпы шығарылымды бастамас бұрын алдымен сенде бір кірпіш дүниеге деген сөзді ары қарай жалғастырып, өз ойыңмен бөлісу. Яғни саған да бұл алғашқы сұрақ келіп тұр, сенде бір кірпіш дүниеге сөзді ары қарай жалғастырып, өз ойыңды айтсаң. Мен бұл сөзді түсінігім бойынша бұл әр адамның өзінің өмірінде өзінің орны бар, және ол өзінің жасаған істерінің бәрі ойлап жасаған іс болғандықтан әркім өз өмірде өзінің жолы бар және сол жолмен өмір сүреді. Ендеше біз сұрағымызды ары қарай жалғастырып бастай берсек, сіз өзіңіздің қазіргі айналаңыздағы адамдарға көңіліңіз бола ма? Көңілім болады, Жалпы дайындық барысында осы қазіргі достарыңда кейін көрмейсің ғой, мысалы бітіріп кеткеннен кейін күнделікті жанында жүрмейді, соларға кішкене қимастық сезім бар ма сенде? Қимастық сезім болады енді. Қанша дегенмен қанша жыл бірге оқыдық. Кейде ойланасың ғой енді, сонда да болады қимастық сезім. Жақсы. Жалпы ұбт-ға дайындығың қалай болып жатыр? ұбт-ға дайындық орташа деңгейде, қиын көбінде ұбт-ға дайындық. Тест жаттау қиындау. Бірақ енді қолымыздан келген жасаймыз ғой. Жақсы, Еламан. Сұрағымыз, Еламан, сенің қазіргі осы Еламанға көңілің тола ма? Иә. Қалыптасқан Еламан? Иә, толады. Себебі мен бұрынғы Еламанға қарағанда қазір басқаша және жаңаша деп есептеймін. Жақсы. Қазіргі кезде ата-анаңнан саған қандай қолдаулар болып жатыр? Сен оқып жүрсің мысалы. Мен де ата-анамның үмітін ақтауға тырысу керек. Ата-анамнан қолдау, жаңағы балам, жаңағы грант иегері бол, түс, оқы, өз өміріңді өзің сүр дегендей қолдаулар болады. Жақсы. Жалпы ұбт-ға дайындық қалай болып жатыр? Жақсы. Апайлардың арқасында ұбт-да жақсы бал алдым деп ойлаймын. Жақсы, тамаша. Біз де соған тілектеспіз. Еламан, сен осы кезде таңдап отырған өзіңнің мамандығың жайлы бізге айтып бере аласың ба? Мен таңдап отырған мамандығым инженер-эколог, экология. Жаңағы даланың, ауаның тазалығын тексеріп жүремін ғой. Жалпы өзің көңілің толды? Көңілім толады, өзім таңдаған мамандық. Жақсы. Қазіргі таңда ата-анаңнан қандай қолдаулар болып жатыр саған? Ата-анамнан бос уақыттарды көбірек бөлуге және сабаққа дайындалуға мүмкіндіктер берілді. Тамаша, жақсы. Егер мүмкіндік болса, таңдаған мамандығыңа тағы қандай қосымша мамандықтар қосып алар едің? Мен спорт жаққа жақсы болғанмен физикті қосып алар едім. Егер мүмкіндік болса. Жалпы сонымен болса, өз болашағыңды қалай елестетесің? Өз болашағымды ма? Өз болашағымда белгі бір оқып, мамандық иесі болғым келеді. Сол мамандықты оқып, жаңағы өз еліме қызмет етсем деймін. Егер құпия болмаса, өзіңнің болашақ мамандығың жайлы біз білсек? Менің болашақ мамандығым археолог. Өйткені мен тарихқа жақын болғандықтан сол тарихи заттарды зерттегім келеді. Жақсы. Ендеше сен болашақ университетін таңдап қойдың? Жоқ, ол мен ұбт-дан алған балға байланысты. Мүмкіндік болса, қай университетке түскің келеді? Мүмкіндік болса, Атуға шығар. Атуға, Алматыда, иә? Жақсы. Сен тағы осы мектепте 11 жыл оқыдың, иә? Сонда сен оқыған пәндерді бөліп тағы қандай пәндерді өзің қосқың келеді? Мысалы, өзің ойыңда? Өз ойымда ма? Пәндер емес, менің ойымда спорт қана ғой, жаңағы үйірмелер, бокс, күрес дегендей үйірмелер қосқым келеді. Егер сенде тағы да мүмкіндіктер болып жатса, қосымша мамандығыңды қандай жұмыспен істейсің?
яғни тағы да бір мамандық қосып алып сонымен қосымша табыс береді. Мұғалім яғни тарихтан. Жақсы. Жалпы осы сенің екі бірдей дипломың бар деп елестетсек, сен сол кездегі өзіңді елестетіп көрші. Екі бірдей мамандық емес. Ол кезде мен жетістікке жете алған және ата-ананың мақтанышы деп есептеймін. Сондай өзімді елестетемін. Жақсы. Жалпы сен бір мектеп жобасын, арманыңдағы мектеп жобасы қандай сен үшін? Жалпы мектептен қандай басқа қосымша тағы нелер жетіспейді мектепте? Сенің ойыңша? Мектептерге ма? Сен үшін идеал мектеп қандай? Жаңағы мектептің технологиялары дамыған, жаңағы әр мысалы класс кабинетте өзіне тиісті заттар болған дұрыс. Мысалы қазақ тілі кабинет или информатика кабинетін алсақ, информатикада мысалы интернет, одан бөлек ноутбук, компьютер сондай жағынан дамытса деген үміттесің. Жақсы. Мектеп бағдарламасына тағы қандай пәндерді қосып береді? Сен 11 жыл бойы осы мектепте оқып жүрсің. Сен мүмкін мына пәнді өтсе ғой, осы пән болса ғой, осындай бір пән болғанда қалай болады мектепте деген ой келді ма? Және ол қандай пән? Менің ойымша ол IT саласы мысалға бізде информатика тағы да қосымша роботтехника. Жақсы. Сен осы уақытта кітап оқыдың ба? Оқыдым. Сол кітап оқыған кітаптардың ішінде қай кейіпкермен сен кездесу ұйымдастырғың келеді және де оған не дейін бе? Мен құлагер деген поэмадан Ақан Серімен кездескім келеді. Сол Ақан Серімен не дейін келеді Ақан Серіге? Ақан Серіге ма? Жаңағы құлагер туралы сұрағым келеді. Құлагердің қандай болғаны, маған жылқының өмірі қызықты. Құлын кезінде сол жылқы туралы әңгіме айтып келеді, құлагер туралы. Сол құлын кезінде қалай болды деген сияқты. Жақсы. Егер де сен армандағы мектеп жобасын жобалап алсаң, қандай өзгерістер қосар едің мектепке? Мен мәдениет үйін мектепке қарсы тұтас алу деп есептеймін, дұрыс деп есептеймін. Себебі мектептегі балалар, мысалы КВН дейміз, сондай рейтингке дейін шығуы мүмкін. Сондай біздің мәдениет үйлері болған кезде. Мүмкіндіктер көп болады. Өте тамаша, жақсы. Жалпы осы мектеп қабырғасында сен биыл бұйырса 11 жылды бітіріп мектеп бітірейін деп жатсың. Жалпы қандай саған осы мектеп, қандай мереке, қандай қызықтармен есте қалды? Ең қызық күзгі балдағы жаңағы әр сыныпқа беріледі ғой, жаңағы топтың аты деген жеміс жидектер, сол кезде картоп болған есімде, картошканың киімін билеген, шыққан, өзіңді таныстырған, сондай немелер есте қалды. Сол қызық болып қалды есте. Жақсы. Егер сен осы уақытқа дейін бір кітаптар оқығансың шығар? Иә, оқығансың. Соның ішінде қай кейіпкермен сен кешкі ас ішкің келеді? Абай құнанбай. Не айтып келеді? Оның неге үш әйел алу себебін сұрады. Жалпы сен ол кезде жалпы толысқан абай. Бүгін кезінде бала абай емес, дан абай емес. Басқа үш әйелден басқа қандай сұрақтар қойып келеді? Ол шығарманы жазған кезде не ойлайды? Мысалы кітап жазды, өлең жазды, лирикаға жақын болды. Және оған сондай ойлар қайдан пайда болғанын білмейді. Жақсы. Саған осы мектепте кімнің сабақ беру стилі ұнайды? Сабақ беру стилі ма? Барлығы ұнайды. Әр мұғалім әрқалай ғой. Бөліп жүрмей ме ешқайсың? Бәрін ұнайды. Бәрінің өз бір ерекшелігі бар. Жақсы. Сен мысалы өміріңді дейін осы уақытта есіңде жатқан соны бір кино деп
болмаса бір шығарма деп елестетіп алатын болсақ, оның атауы қалай болады? Менің атым Қазадағыдай, менің атым Ерсай деп қоя қойдым. Тамаша. Жалпы жақсы әңгіме айтып келеді, иә? Қандай мектеп мерекесі сенің есіңде қалды кетпес дейді? 2022 жыл жаңа жыл. Неге? Ол кезде біздің сыныптағы балалардың бәрі сол жаңа жылға қатысқысы келіп, біздің ол сынып жетекшіміз Әбдірайымова Ләззат Серікқызы болды, және сол кісінің арқасында біз сол жаңа жылда өте жақсы деңгейде өнер көрсеттік. Тамаша, жақсы. Осы мектепте кумирің бар ма сенің? Кумир жоқ. Менің кумирім жаңағы популярный адамдар ғой. Мысалы футболистерден соларды өзіме кумир қылып аламын. Жақсы, ол мысалы футболистер сенің спорттық кумирің болды. Жалпы адами, не болмаса бір мінез бұл жағынан сенің осы біз ақылдарға өзіне жақын жүрген адамдардан кумирің жоқ па? Жоқ. Ондай жоқ па? Жақсы. Саған жалпы осы мектепте кімнің сабақ беру стилі ұнайды? Әбдірайымова Ләззат Серікқызы. Жақсы. Жалпы сен өзіңнің өміріңді кино немесе шығарма, кітап болып елестетсең, өмір соның аты қандай еді? Аты менің ойымша халық болашағы. Халық болашағы. Яғни сен бұл сөзбен сен өзіңнің халықтың болашағын деп елестетесің. Тамаша. Сен мысалға өзің жайлы өзіңнің үздік үш мінезіңді айтып берші. Үздік үш мінезім бар? Өзіңе ұнайтын. Өзіме ұнайтын? Ашықтық бірінші мінезім. Негізі менде көп мінез жоқ. Не? Енді мысалы өзің жалпы елге көрсете беретін үш мінезің. Көп мінезім бүйтіп көрсетпеймін. Ашық қана болды. Адаммен тіл табысу оңай. Қолымнан келгенше жаңағы қиындыққа ұшыраған адамдарға қолымнан келгенше көмектесемін. Ақылымды айтуға тырысамын. Менде де болады ондай жағдайлар. Жақсы. Мектепте кумирің бар ма сенің? Мектепте өзім. Өзің кумирің. Жақсы. Ендеше бұл елге көрсететін ашық мінезің, иә? Ал ел білмеймін қандай мінезің? Тек өзіңе ғана бәрі. Өзіме ғана тез ашуланамын негізі, бірақ оны сыртқа көрсетпеймін. Ішімнен күйіп ғана беремін ғой. Өзің ішіңнен ашуланамын? Ішімнен ашуланамын. Ол адамды көрсем де мысалы артық ой болмайды, просто ашуланып қана. Бірақ сонда да жаңағы ашуды тарқатуға тырысамын. Жақсы. Сенің қайталап оқыған кітаптар немесе кинолар болды? Кинолар болды. Қайталап көре беретін. Қандай кино? Верный деген кино болды. Ол жерде не туралы? Ол жерде сол негізі көбінде бізде кинолар махаббат туралы болады, бірақ ол киноларда екі дос туралы кино болады. Және олардың достығының белгілігі сонша, олар сол туғаннан бастап дос болып, өлгенге дейін дос болып өтеді. Тамаша, жақсы. Осы мектептік өміріңде ең қиын кезең қай кезең болды? 11-ші класс қиын кезең болып отырсам. Осы уақытқа дейін, иә. Қалған өмірім енді былайынша айтқанда көп қызықтар болды ғой. ОБТ-ға дайындық, туда қиыншылықтар болып жатыр. Түсініспеушілік. Кішкене шаршаңдылық бар. Иә, шаршаңдылық. Жақсы. Жалпы Ерлан, өзіңнің бойыңдағы қандай үш жаман қасиетті алып тастағың келеді? Менің бойымдағы мысалы ашулану, тез ашулану болып саналады. Және екіншіден жалқаулық. Үшіншіден алатын болса, мысалы менде аз, бірақ сонда да менде мысалы кешке таман
сабақ қараймын ғой, сабақ қарағаннан кейін сабақ уақытқа аз уақыт бөлемін да ұйықтауға көп уақыт бөлемін. Сол мінезіңді алып тастаған ғой. Жақсы, тамаша. Ендеше осы уақытқа дейін сен оқып келген, мысалы біліп жүрген дүниең көп иә, мысалы 11 жыл сен аз уақыт емес, мысалы бұйырса бітірген болсын. Осы уақытқа дейін сен естіген ең дана ойың бар ма? Қандай? Дана ойым бар. Сен естіген ең дана ойың. Өмірлік кейбір адамдар болады, мысалы дана ойын еститін өзінің принципіне қойып келеді өмірлік. Қателеспеуге тырысу керек. Бұл басқа енді. Бұл жердің айтқан сөздері жоқ па, мысалға мен осындай кісінің осындай ойымнан осындай сөзінен кейін мынау мен үшін өте үлкен маған сабақ болды, мотивация болды деген ойда болады ғой. Осындай деген екен деген. Есімде жоқ ондай. Ондай жоқ па? Жақсы, ендеше рахмет. Және де осы камера алдындағы барша өзіңнің класстастарыңа, осындай сыныптастарыңа жақсы тілегім болса, мысалы осы ұбт-ға дайындалып жатқан басты түлектерге. Түлектерге айтарым, өзіне жаңа қойған мақсатына жетіп, грант иегері болсын, өзінің армандаған оқу орнына түссін, ата-анасының үмітін ақтасын. Бұл өзіме де соны тілеймін. Жақсы, Ерсай, ендеше осы бір мектепті аман есен бітіріп, қалаған жоғары оқу орнына түсуге тілектеспіз. Бүгінге сұхбат бергеніңе көптен көп рахмет. Сен туралы көп ешкім білмейді, жалпы көп адамдар біле бермейді. Қандай қасиеті бар? Көп адамдар білмейді. Мысалға айтатын болсақ, мен өзім үйде өзім жалғыз жеке қалған кезде, мысалы осы мен ауылдан болмаса осы ауданнан Кербұлақ ауданын айтатын болсақ, осылардың болашағын ойлаймын және әр затқа жоғарынан қараймын. Жақсы, тамаша. Осы мектеп өмірінде мысалы мектеп қабырғасында 11 жыл оқыдың. Осы кездерде сен үшін ең қиын сәт қай кез болды? 5-ші сыныпта болдым. Неге? Біз 5-ші сыныпқа келген кезде бізге сынып жетекші болып әңгіме келген болатын. Бізде оның алдында қатал мұғалім болды, бірақ біз Ләззат апайдың сабақ беруіне өзі үйреніп алмадық болды, сол біз қиын болды. Қиын болды, иә? Жақсы, тамаша, Еламан. Осы уақытқа дейін сен естіген ең дана ой? Өзімді сыйлайтын жерге келе бермей қаржым кетеді. Сол, сен ең дана ой, иә? Жақсы, Еламан, рахмет. Және де ең соңында өзіңнің осы бірге ұбт тапсырып жатқан класстастарыңа сәттілік тілеп қойсаң болады. Менің 11 жыл бойы оқып келе жатқан сыныптастарым, мен сендерге осы ұбт-дан жоғары балл алып, және өздерің қалаған мамандықтың иесі болып, және сол ұбт-да ешқандай қорқынышсыз, және ол ұбт-дан кейін өмір тоқтап қалмайды, сонда да сол ұбт-ға жақсы балл алуларына тілектеспін. Жақсы, рахмет, Еламан. Бүгінгі біздің сұхбатқа келіп, өзіңнің жақсыларыңнан және басқа да біз білмеген қырлардан ашып жатқанына аман сау бола қойып, және де құрметті көрермендер, бүгінгі біздің сендерді күріш күнінің жобасынан кезекті шығарылымы осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.